Сәлем достар, мен Исмұрзаева Қарлығаш Абдыразаковна, жоғары дәрежелі гинеколог. Бүгін сіздерге айтатын тақырыбым кегель жаттығуы кімдерге жасалады. Кегель жаттығуы босанғаннан кейінгі әйелдерге, көбіне кіші жамбас бұлшықеттерін қатайту мақсатында, қан айналымын жақсарту мақсатында, одан кейін зәрін ұстай алмайтын әйелдерде, яғни түшкіргенде, секіргенде, немесе басқа кезде тамшылап, немесе көп мөлшерде зәр шығып кетіп жатса, одан кейін жыныстық өмірді жақсарту мақсатында осы кегель жаттығуы жасалады. Осы кегель жаттығуы туралы толық ақпарат білгіңіз келсе, YouTube каналыма өтіп, толық видеоны көре аласыздар. Егер ақпарат қызықты болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға жазылып, комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет.